أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Құрметті жамағат, Алла қасиетті жұма күнін біздерге құтты берекелі қылсын. Алла Тағала осы күні бір уақыт бар, сол уақытта пендемменен дұға етсе, пендем дұғасын қабыл етем деп, Алла Тағаланың осы күні біздердің бір қабыл болатын сәтті бар екендігін жеткізеді. Біздердің де дұға тілектеріміздің қандай да өзінің разылығынан үміт қылып бір жасаған амалымыздың сол сәтке сәйкес келіп қабыл болуын Алла Тағала нәсіп қылсын. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю тақырыбында болады. Алла Тағала біздерді ізгіліктің жаршысы, жамандықтың да бір тосып тұратын, кедергі болып қайтарып тұратын мұсылмандардан қылсын. Иншалла баршамызға осы уағыз насихатты естіп, оған шын ықыласымызбен амал жасайтын тақуалық берсін. Өйткені адамның ниеті маңызды. Егер осы нәрселерді естігеннен кейін осы нәрсені амал етем деген бір көңіл ашықтығымен тыңдамайтын болса, қазір мешіттен шыққаннан кейін де бұл нәрсе біздің қаперімізде болмайды, есімізден шығып кетеді. Сондықтан шын ықыласымызбен амал етсем деген ниетті біздер алдыға қойып қоюымыз керек. Енді жалпы Алла Тағала біздерді мұсылман қылды. Бұл асыл дініміздің негізгі мақсаттарының бірі де адам баласының рухани кемелденуі, жүрегінің тазаруы, бойының күнәдан арылуы, сонымен қоса қоғамның ізгілікке басталуы, ізгілікке қарай бет алуы. Енді осы ізгілікке жеткізетін негізгі нәрселердің бірі де адамдардың қоғамда арасында өзара жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю деген нәрсе. Бұл негізгі қағидаттардың бірі. Егерде адамдар бір-бірін жақсылыққа шақырмайтын болса, жамандықтан тыймайтын болса, онда ол қоғамның онсыз да құлдилап кері кететіні белгілі. Бір-бірлерін ылғи да жақсылыққа шақырып отыру керек болады. Енді осы жақсылыққа шақыру арқылы, бір-бірлерімізге ескерту арқылы қоғамда қараңғылық деген, надандық деген нәрсе сейіледі. Сонымен қоса қоғамда адамдардың бір-бірлеріне деген жүректерінің бір-бірлеріне мейіріммен қарауы, бір-бірлеріне махаббаттың орнауы, бір-бірлеріне деген сүйіспеншіліктің орнауына себеп болады. Және де қоғамның ілгерілеуінің негізгі іргетасы болып тұрады бұл нәрсе. Енді бұл жақсылыққа шақырудың өзі жалпы біздердің алдыңғы аталарымыздан, алдыңғы буыннан аманат болып қалған, біздердің алдымыздағы, біздердің болашағымыз үшін жолымызға сәуле шашып тұратын нұр іспетті, шамшырақ іспетті. Сондықтан бұл нәрселерді біздер ешқашан кері қалдырып, ұмыт қалдырмауымыз керек болады. Абай Хакімнің де сөзі бар: жамандық көрсең нафратлы, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз дейді. Қарасаңыз осы өлеңінде де біздерді қандай да бір жамандық бетпе-бет келдің, естідің, көрдің, осы уақыттарда сол нәрседен жиреніп қаша білсең, қандай да бір жақсылық көрген кезде сол нәрселерден ғибратлансаң, ғибрат алып, сол нәрсені асығып атқаруға ұмтылсаң, бойыңа жиятын болсаң деген сияқты алтын сөздерін қалдырады. Әрдайым адам осы қағидаттарды негізге алуы керек. Құранда Алла Тағала да біздерге былай деп бұйырады: «Уәлтакун минкум умматун». Сендердің араларыңнан бір қауым болсын, бір топ болсын дейді. «Ядауна илал хойри, ва я'муруна бил ма'руф, ва янхауна анил мункар, ва улаика хумул муфлихун». Міне, сендердің араларыңда бір қауым болсын, бір топ болсын. Ол қандай топ? Ол ізгілікке насихат етіп шақыратын,
жақсылыққа әмір етіп бұйыратын, жамандықтан да қайтарып тосатын. Міне осындай бір қауым болсын деп бұйырады. Міне осындай бір қауым болған кезде мұсылман үмметі бұл ілгерілейді, өзгелерден Құранда айтылған қайырлы ізгілікке қол жеткізеді. Міне бірақ та біздер білуіміз керек, бұндай жақсылыққа шақыру тек қана өзгелердің ізгілік жолына түсуіне емес, тек қана өзіңнің де тура жолға табанды тұруына себеп болады. Себебі адам бір нәрсеге шақырып атқан кезде, бір нәрсені дағуат етіп, ізгілікке үндеп атқан кезінде, ол нәрсе міндетті түрде өзіне де сигнал береді. Сен сол нәрсені істеп жатсың ба, сол нәрсені жасап жатсың ба дегендей. Бұл нәрсені жасау арқылы, егер де сол нәрсені істеп қойған болса, істеген болатын болса, бұл нәрседен қайтуына, егер ол нәрседен аулақ болып Алла тағала сақтап қойған болса да, бұл нәрсеге мүлдем жоламауына себеп болады. Сондықтан да біз бірінші кезекте жақсылыққа шақыру арқылы, жамандықтан қайтару арқылы өзімізге өзіміз жақсылық жасаймыз. Әрі басқалардың да бір нәрседен қайтуына, екінші бір нәрсені жасауына, жақсылыққа қарай бет алуына себеп болады екенбіз. Сондықтан да бұл ешқашан кейінге қалдырылмайтын істерден. Сонымен қоса Алла тағала жақсылыққа үндеген, жақсылықтың жаршысы болған адамды әрдайым дәрежесін көтеріп қояды. Сонымен қоса, егерде бір қауымның арасында арсыздық деген нәрсе, бұл күнә атаулы деген нәрсе кең етек жайып, елдің арасында тарқайтын болса, ол қауымды Алла тағала жермен жексен етеді. Бұл Құдай тағаланың бұл әуелден бастан келе жатқан жазылған заңы. Бұл мызғымас, өзгермейтін заңдылық. Құранда Алла тағала мына аятты келтіреді. Фәләммә насу мә зуккиру бихи. Сондай біздер насихатымызды айтып, оған үгіт еткеннен кейін, біздердің үгіт насихатымызды ұмыт қалдыратындарға келсек, әнжайна әлләзина янхауна ани суи. Сондай жамандықтан қайтарған, жамандықтан ұзақтатуға тырысқан қауымды құтқардық та араларынан. Ва ахазна аллазина заламу би'азабин баисин мима кану яфсуқун. Ал егерде осы Алла тағаланың тыйымдарын, әмірін аттап өтіп, бұл жаңағыдай күнә атаулының жайылуына, арсыздыққа жасаған адамдардың осы істегені себепті оларды құрдымға кетірдік дейді. Оларға сондай ауыр азап бердік дейді. Алла тағала қарасаңыз, бұл қайтарушы, жақсылықты үндеуші қауымды құтқарып арасынан азаптан аман алып қаламыз да, қалғандарын үлкен азапқа, күнәні жасағандығынан, ол ешқандай бір-бірлеріне қайтарып жақсылықты үндемегендігінен оларды үлкен азапқа душар етіп қоямыз дейді Алла тағала. Енді сондықтан да біздер бұл мойнымыздағы мұсылмандық ұлы міндетіміз деп білуіміз керек болады. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю деген нәрсенің. Сол үшін де мынау алдыңғы буын бабаларымыздан қалған мына сөз бар. Жақсылық жүрген жерде ешқашан тапшылық болмайды дейді. Әрдайым жақсылық болатын болса, елдің арасында бір жақсылықты үндейтін, жақсылықты жасайтын адамдардың саны, жақсылыққа шақырушы адамдардың саны көп болған жерде, ол жерде берекет болады. Ол жерде жамандық саны проценті азаяды. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам біздерге үлгі, жалпы мұсылман үмметіне пайғамбарымызды көркемдіктің, көркем әдеп ақлақтың үлгісі ретінде біздерге жіберді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы пайғамбарлық міндеті жүктелінгеннен бастап бұл мойнындағы міндетін толықтай атқарды. Ол соңғы сәтіне дейін жақсылыққа шақырды, жамандықтан тыйды. Қандай да бір жерде адамдар жиналса, сол жерге барып насихатын айтып, Аллаға дағуат етті. Жақсылық жасауға шақырды, үндеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл нәрсені соншалық дерттенгені сондай кейде пайғамбарымызға аспақпай қалатын кездерде болды дейді.
Бұл нәрсені дерттенген сондай бір нәрсені пайғамбарымыз ауыр қабылдады. Құранда Алла тағала пайғамбарымызға сол үшінде жұбату айтты. Өзінің мойнындағы міндетін өте ауыр қабылдағандығынан. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا деді. Бұл сөзді, яғни Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметіне жеткізген кезінде, сол уақытта сөзді, Құранды қабылдамағандар, осы қабылдамау себепті олардың артына түсіп, сен қатты уайымға түстің, олардың жаңағыдай дінді, Құранды қабылдамаған, өзің сондай ауыр қабылдап таусыла жаздадың деген аятты келтіреді. Пайғамбарымыз олардың соншалық иман еткендігін қалады. Және де бір аятта لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Олардың жаңағыдай насихат етіп, имандылыққа шақырған кезде, сен олардың осы иман етіп, артыңнан ілесіп, Алла тағаланы мойындамауы өзіңе өте ауыр қабылдап, осы нәрсе себепті сен таусыла жаздадың дейді Құранда Алла тағала. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым бұл нәрсені дерттенді да, ылғи да жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйды. Бұл нәрсені соңғы сәтіне дейін ешқашан қалдырған емес. Құранда Алла тағала «Күнтум хойры умматин ухриджат линнаси та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар ва ту'минуна биллах». Сендер мынау үш нәрсе себепті қайырлы үммет болдыңдар деп тұр да Алла тағала. Қарасаңыз, біріншісіне та'муруна бил ма'руф, жақсылыққа шақырасыңдар, ва танхауна анил мункар, жамандықтан тыясыңдар, ва ту'минуна биллах, Алла тағалаға иман етесіңдер. Міне осы үш нәрсе себепті Алла тағала адамдардың ішіндегі ең қайырлы үммет болдыңдар деп тұр. Мұсылман үмметі осы үш нәрсені жасап тұрған халде әрдайым ілгері болады, әрдайым басқа үмметтерден артық болып тұрады екен. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыятын болса, Аллаға деген иманы берік болып тұрған кезінде. Енді осы аятты мынау атақты муфассир, тәфсирші Мұхаммед әл-Кәләби айтады. Бұл аятта Алла тағала мұсылман үмметінің орнын, олардың мәртебесін ашық айқын көрсетіп тұр дейді. Және де бұл басқа үмметтерден қайырлы екендігіне мұсылман үмметінің айқын дәлелі бар дейді. Қараңыз, мұсылман үмметінің басқа үмметтерден артық екендігіне, абзал екендігіне анық дәлел бар. Сонымен қоса, бұл сахабалардың, мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақытындағы сахабалардың одан кейінгі мұсылмандардан арасындағы айырмашылықты көрсетеді дейді. Міне пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары бұл нәрсені табанды тұрып жасағандығынан, жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю, Аллаға деген иманын жүрекке бекіту деген нәрсені табанды тұрып жасағандығынан, одан кейінгі ақыр заман мұсылмандарынан қайырлы болды дейді. Бұл сахабалардың абзалдығын көрсететін нәрсе деп екінші аяттан үкім алады. Енді имам Хасан Басри да көркем мінез деген нәрсеге анықтама берген кезде айтады. Көркем мінез жылы жүз, әдемі сөз, жақсылықты жасау, жамандықты жасамаудан тұрады дейді. Қандай да бір жамандықты жасамай, жақсылықты атқару, әрі жылы жүзбен басқаларға көркем сөзбен мәміле жасаумен тұрады деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынау сахабаларынан ілгері тұрған екінші халифасы Омар радиаллаху анху өзінің жолдасы Шамға сапаршы кетті. Сол Шамда біраз болғаннан кейін Шамнан келген керуендегілерден жолдасының халін сұрайды. Сөйтіп, пәленшенің халі қалай, не халде, не істеп жатыр? Жаңағы кісі айтады, ол қазір деген сенің емес шайтанның досы болып кеткен.
Ол күнәні бет алды жасайды, тіпті керек болатын болса, ішімдік ішуге дейін салынды дейді. Омар радиаллаху анху жаңағы сөзді естігеннен кейін, сен Шамға қайтатын кезінде маған бір ескерт дейді. Сөйтіп, әлгі кісі қайта жолға шығатын кезінде Омар радиаллаху анхуға жолға шығайын деп жатқандығын айтады. Омар радиаллаху анху да мына аяттарды жазып жібереді. Хамим, бисмиллахир-рахманир-рахим, хамим, танзилул китаби. Мынау кітаптың түсуі Алла тағаланың, сондай азиз болған, алим болған Алла тағаланың білуімен, Алла тағала тарапынан түсірілген кітап. Ғофиру зән ва қабили тәуба. Ол Алла бүкіл күнәларды кешіруші, тәубені қабыл етуші. Шадидул иқаб, және де азабы өте ауыр, қатты болған. Ва зит-таул, сондай кең болған Алла тағала. Ла илаха иллаху, одан басқа ешқандай тәңір жоқ, құдай жоқ. Илайхил масир, және де қайтатын жерде ол жаққа дейді. Осы хатты жазып, жаңағы кісіге ұстатып жібереді. Жаңағы досының қолына хат жеткен кезінде, ана кісі көзінің жасын бір сығып жылап алып, одан кейін барып, Алла тағала рас айтты, Омар маған өте үлкен насихат етті деп, одан кейін барып сол күнәсінен қайтып тәубесіне бас ұрған екен дейді. Біздер бір күнәні, қателікті өзімізден емес, өзгеден де көрген кезімізде ол нәрсені насихат етуіміз керек. Бір шарт. Екіншісі де насихат еткен адамның насихатын дұрыс қабылдай білу керек. Дереу ақылға келе білу керек. Одан бетер насихатты естігеннен кейін де адамның жаңағыдай күпірлігін арттырып, одан ары қарай қасықтықпен, қыңырлықпен кері кетпеу керек. Енді екінші нәрсе, жамандықтан тыю ізгі қоғам негізі дейді. Мынау қазақта да сөз бар. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі. Жамандыққа жақсылық ер адамның ісі дейді. Бұл нәрсе біздердің әбден көкейімізді сайрап тұру керек. Себебі расында бір нәрседен қайтара алу, жамандықтан тыя алу деген нәрсе мықты иманды талап етеді. Ол жүректегі иманның беріктігін білдіреді. Бұл нәрсені қайтару. Енді мына қоғамды ірітіп шірітетін нәрсе дейді. Қоғамды ірітіп шірітетін нәрсе мынау жасырын жасалынған күнә, әрі осы күнәларға біле тұра, көре тұра көз жұму дейді. Айналада болып жатқан қаншама арсыздық, не болмаса қандай күнә атаулыны көрдің, естідің, білдің, осы нәрсеге бей-жай қарап, көрмезден келіп жүре беру. Ал енді қоғамды мықты, мығым ететін, күшін қалыптастыратын нәрсе де ол әр қоғам мүшесінің қандай да бір күнәмен тап болып бетпе-бет келген кезінде осы нәрсеге қарсы тұрған, тосқауыл болған пенденің иманы дейді. Міне сол уақытта дұрыс қоғам қалыптасады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде «Мән ра'a минкум мункаран», сендердің қайсыбірлерін қандай да бір қайтарылған күнә істі көрген кезінде «Фәл юғайируһу бияди», ол оны қолымен қайтарсын дейді. Іс жүзінде оны о нәрседен қайтарсын. «Фәин лам ястати», егер де қолымен қайтаруға шамасы жетпейтін болса, «Ва билисани», ол тілімен қайтарсын. Фәин лам ястати, егер тілімен қайтаруға да шамасы жетпейтін болса, фәби қолби. Зәлика адъафул иман деді. Ол тілімен де қайтаруға шамасы жетпесе, жүрегімен о нәрсені жек көріп тұрсын. Бірақ ол иманның ең әлсізі деді. Сондықтан да біздер іс жүзінде бір нәрседен қайтаруға шамамыз жетпейді, не ықпалымыз жетпейді, не болмаса жаңағыдай кішкене сөзіміз өтпейді. Ол нәрсені тілмен айтып қалу керек. Бұл нәрседен қайтару керек. Ал егер де тілмен де айтуға шамаң жетпей тұратын болса, онда еш болмаған кезде жүрекпен о нәрсені қаламау керек, жек көру керек. О нәрседен жиреніп тұру керек екен. Бірақ бұл иманның ең әлсізі деді. Иманның ең әлсіз дәрежесі. Енді сондықтан да біздер бұл нәрселерді әрдайым білуіміз керек.
мәселен бір қоғамда немесе бір ортада жасалып жатқан күнәні сен шынымен де сол қайтаруға шамаң жетпей тұрғысы, енді шамаң жетпеумен қоса сен бұл нәрсені жасалып жатқан кезінде ешқандай жүрегіңде де кірбің болмай сол нәрсеге бейжай қарайтын болсаң, бұл адамның жүрегінде иман бар ма жоқ па, ар-ұжданы бар ма жоқ па деген заңды сұрақ туындайды. Сондықтан да адамның жүрегіндегі иманы, бойындағы ары, ұяты, ұжданы бұл жалпы қоғамның бір күзетшісі іспетті да, қоғамның қорғап тұрған күзетшісі тәрізді. Егер осы нәрселер бізден кететін болса қоғамда, бұл күзетсіз қалған қорған тәрізді. Бұл нәрсе қоғамды толықтай бүлдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бір хадисінде айтады: «Иннан нас иза раау ал-мункар фалам югаййируху аушака ан яуммахумуллаху би'азабин мин инди». Мынау адамдардан дейді, расында адамдар бір күнәлі, Алла тағала шариғатта қайтарылған бір мүнкар болған істі көрген кездерінде, егер де осы нәрсені өзгертуге тырыспайтын болса, бейжай қарайтын болса, онда Алла тағала олардың баршасына бірдей азап жіберуі бек мүмкін дейді. Алла тағала олардың баршасына. Сондықтан да ешқашан күнәға бейжай қарамау керек болады. Мынау менің қатысым жоқ деген сияқты бет бұрып кетпеу керек. Өйткені бұл нәрсе егерде елдің арасында кеңінен етек жаятын болса, сенің үйіңді, сенің отбасыңда тіпті керек болатын болса, сенің өзіңе де әсер етпей қоймайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және хадисінде айтады: «Уаллази нафси бияди». Мен Алла тағаламен ант етіп айтайын: «Ла та'мурунна бил ма'руфи ва ла танхаунна анил мункар». Егерде сендер жамандықтан қайтармайтын болсаңдар, әрі жақсылыққа шақырмайтын болсаңдар, бұл нәрсені істеу міндетті, сендер сол нәрсеге тиіссіңдер. Әу ла юшиканнакумуллаху ай яб'аса алейкум иқабан минху сумма тад'унаху фала юстажабу лакум. Егерде сол нәрсені істемейтін болсаңдар, Алла тағала өз құзырынан сендерге азап жіберуі әбден мүмкін. Ол уақытта сендер Алла тағаладан дұға етесіңдер, Алла сендердің дұғаларыңды қабыл етпейтін болады дейді. Осы нәрсені жасамайды өткізіп алатын болсаңдар, Алла тағала сендердің оның есігін қаққан кездерінде сендердің дұғаларына жауап бермейтін болады дейді. Міне, енді бұл нәрсені біз білуіміз керек. Елдің арасында жайылынған індеттен мен ғана аман қаламын деу, ол бос үмітті. Елдің арасында бір ауру тараса, ол әлбетте саған да бір жететіні белгілі. Сондықтан да мынау жаңағыдай қоғамда болып жатқан күнәға, қоғамда кері кетіп баратқан тұстарын көрген кезде, егерде о нәрсемен әрқайсымыз жеке дара күреспейтін болсақ, бейжай қарап о нәрсені менен ұзақ қой деген сияқты айналып өтіп кете беретін болсақ, бұл нәрселер міндетті түрде біздердің де ол нәрсеге душар болатындығымыз, ол нәрседен сыналатындығымыз белгілі. Енді Құранда Алла тағала момын мұсылмандармен дінсіздердің мысалын мына аяттармен келтіреді. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Момындар, момын ерлер мен момын әйелдер, олар бір-бірлеріне дос, олар бір-бірлерін жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарады дейді. Ал енді келесі бір аятта: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Мынау сондай Исраил ұрпақтарынан күпірлікке түсіп Аллаға қарсы келгендер Дауд алейхиссалам мен Иса ибн Мариямның тілімен лағнеттелді. Не үшін? Зәлика бима асау ва кану я'тадун. Олар Алла тағаланың шегінен өтіп, шекарасынан аттап, бейжай күнә жасағандығы себепті дейді. Кану ла ятанахауна ан мункарин фаалуху
фәләби'са ма кану яф'алун. Және де айтады, олар қандай да бір күнә істі, қайтарылған істі істеген кездерінде бір-бірлерін жамандықтан тоспайтын еді. Олардың істеген ісі қандай жаман еді дейді. Міне, дінсіздердің ол бір-бірлерін ешқандай жақсылыққа шақырмайтын бейжайлығын, ал момын мұсылмандардың әрдайым бір-бірлерін жақсылыққа үндейтін, жамандықтан қайтаратын үммет екендігін айтады. Енді және нәрсе жақсылыққа шақырудың үлкен сауапты іс екендігіне тоқталсақ. Енді адам бір жақсылыққа шақыру арқылы негізі оның толықтай жақсылыққа қарай бет бұруына, сонымен қоса ол өмірінің жақсылыққа қарай өзгеруіне себеп болатындығын білу керек. Бір жақсылыққа шақыру артынан мың жақсылықты ертуі мүмкін. Әрі оның сол нәрседен, сол жамандықтан түбегейлі ұзақтауына себеп болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде Алла елшісінен келіп, бір кісі, мен жолға шыққалы тұрмын, маған көлік тауып берсең дейді, өтініш жасайды. Пайғамбарымыз өзінің жанында ондай мүмкіндіктің жоқ екендігін, көліктің жоқ екендігін айтып, сен пәленше кісіге бар, сол саған беруі мүмкін дейді. Әлгі кісі барып алып, одан пайғамбарымызға одан кейін жеткізеді. Алланың елшісі, сіздің жол сілтеуіңізбен мен бардым, одан алдым келегімді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонда мына хадисін айтады: "Мән далла аля хойрин фалаху мислу кафаилихи" дейді. Сол қандай да бір жақсылыққа жол сілтеуші кісі сол жақсылықты істеген адамның әжір сауабына қол жеткізеді деген хадисті айтады. Бір жақсылыққа шақырдың, жақсылыққа үндедің, сол жақсылықты істеген кісінің сауабынан да сен бір пай аласың. Құранда Алла тағала "Мә яшфа шафаатан хасана фалаху мислу фалаху насибун минха" дейді. Кімде-кім бір жақсылықты жасайтын болса, сол жасаған жақсылығынан бірінші жол сілтеген адамның да өз үлесі бар дейді. Егер де кім бір жамандықты істеп, сол нәрсеге жол сілтейтін болса, кифлун минха, ол кісіге де соның бір зардабы бар деді Құранда Алла тағала. Сондықтан бір жақсылыққа шақырудың өзге адам істеген кезінде де үлкен оған сауабы бар екендігін жеткізеді. Және де Мұса алейхиссалам Алла тағалаға үн қатып былай дейді: "Я Алла, бұл менің үмметімнен қандай да бір жақсылықты жасап, жамандықтан қайтарып, жамандықтан бет бұрған адамның сенің құзырыңда нендей үлесі бар, нендей сыйы бар" дейді. Сол уақытта Алла тағала мен сөздеріммен ант етіп айтады. Мен сөздеріммен оның жақсылыққа жетуіне, оның қияметте де үлкен сауапқа, ғибадаттың сауабындай алатындығын, сонымен қоса оны азаптаудан ұялатындығын айтады. Оны азаптаудан ұялам, әрі өз сөздерімен өмір бойында жасалынған ғибадаттың сауабын уәде етіп тұр Алла тағала. Сондықтан бұл адам әрқашан өзі жақсылықты өзгелердің жақсылығына себеп болуды негізгі дерт етіп алыну керек. Сол уақытта Алла тағала біздерді бұл жақсылыққа жеткізеді екен. Енді Алла біздердің бірінші кезекте иманымызды берік қылсын. Өйткені берік иман адамды тек қана жақсылыққа алып барады. Алла тағаланың шекарасынан шығып, бұл біздерді қайтарған істерге түсіп, бейжай қарап, ондай күнәларды бейберекет істеуінен тосады. Және де осы берік иманымыздың тілімізде көрініс тауып, басқалардың да ізгілікке бет бұруына, күнәлі істен қайтарылуына себеп болатын сөздерді Алла тағала аузымызға салсын. Және де бойымызды күнәлі істен тоссын, қайтарсын, Алла өзінің разылығына жеткізсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил алемин. Аллаху акбар.